Қайырлы күн жақсыларым, мен сіздерге бүгін қыстың қамын жаз ойла демекші қыста керемет желінетін банканың түрін жауып көрсетемін. 20 килограмм қияр, 20 килограмм помидор және 2 литрлік 20 банкаңызды шығарып, сақадай сай отырып, бісмілла деп іске кірісіп кетсеңіз болады. Алған заттарымызды осылай мен 3-4 қайтара жақсылап жуып, және де банкаларымызды осылай ас содасымен жуып, 1-2 сағатқа осылай төңкеріп қалдырамын. Помидорды осылай 4-ке бөліп, көгін басын алып, жақсылап 4-ке бөлсеңіздер болды. Артынан қазанға от жағып, қазанға осылай салып жіберіп, 3-4 қайтара қозғап, тұз ештеңе салмай, ештеңе қоспай, тек помидордың өзін осылай қайнатып аласыздар. Ал енді банкамыздың ішіне салатын заттарға кірісетін болсақ, укропты осылай жақсылап дәнімен жуам, дәнімен салам, артынан осылай хренді жақсылап жуам. Оны да осылай 3-4 қайтара жуамын, міндетті түрде барлығын. Ал ащы бұрышқа келетін болсақ, мен 2 литрлік банкаға бұл ащыны 2-ге, кейде 3-ке бөліп салам. Одан соң болгар бұрышында осылай 3-4 қайтара жуып, жаман жерін, дәндерін бәрін аламын. Чеснокты да осылай суға салсаң әдемі ашылады. Кемінде жарты сағат осылай банканың қақпақтарын қайнатамын. Банканы булау процесі менде кемінде 5 минут, 3 минут болады. Ал барлығын дайындап болған соң банкаларымды осылай қаз-қатар тізіп, ішіне керекті заттарын, керекті дүниесін мен толтырамын. Бисмилла деп бірінші суымды құямын. Ол құйып суығанша осылай согымды дайындауға кірісемін. Қазаннан суыған помидорымды алып осындай қалтадан өткіземін. Одан екінші суымды құйып, ол суығанша жаңағы помидор сокты өткізіп дайындай беремін. Ол кішкене суып басылды ау дегенде екінші суымды төгіп, үшінші жабуға дайындап, осылай керекті тұзымды, құмшекерімді, аспиринімді салып, қайнап тұрған сокты осылай құйып шығамын. Одан соң сенімді болу үшін осылай жақсылап асықпай отырып, тексеріп тұрып, осылай закрывашкамен бұрап жауып шығамын. Ал астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер, 100% атылмайды, гарантия берем.